Баршаңызға сәлем. Бүгін бізде математика пәні 69-шы сабақ. Сабағымыздың тақырыбы дөңгелек сандарды ауызша көбейту және бөлу. Гүлбақтар мен саябақтар. Бүгінгі сабақта сендер 1000 көлеміндегі сандарды ауызша көбейтуді және бөлуді орындайтын боласыңдар. Егер менің видеомды осы уақытқа дейін көрсеңдер, сендерге есептің шығару жолын оңай тәсілдерін көрсетіп жүрмін. Әлі де оңай тәсілін көрсететін боламын, сондықтан соңына дейін қараңдар. Бірінші есепте гүлбақ пен саябақтарды безендіру үшін өсімдіктерден жасалған қоршау жиі қолданылады. Суреттегі қоршаулардың периметрін тап. Периметрін табу үшін біз ұзындығын еніне көбейтеміз. Ал егер шаршы берілген жағдайда, яғни 4 қабырғасы бірде болғандықтан 4-ті ұзындығына көбейтеміз, немесе ұзындығын 4-ке көбейтеміз. Біріншіде бізде бірінші гүлбақта ұзындығы 8 метр, ені 8 метр деп тұр. Демек, бұл жерде шаршының периметрін табу үшін 8-ді 4-ке көбейтеміз. Өткен 4 қабырғасы да бірдей. 8 жердегі 4-іміз 32, яғни бізде периметрі А гүлбағының периметрі 32 метрге тең. Келесі бізде В гүлбағы. Бұл жерде ұзындығы 80 метр, ені 8 метр. Периметрін табу үшін ұзындығын тік төртбұрыш беріп тұр, яғни ұзындығын еніне көбейтіп, оны 2-ге көбейтетін боламыз. 80-ді 8-ге қосамыз, 88-ді 2-ге көбейтесіндер, яғни 2 қабырғасын табу үшін, сонда бізде 176 шығады. Б саябағының периметрі 176 метрге тең. Келесінде ұзындығы 20 метр, және де ені 10 метр саябақтың периметрін табуымыз қажет. Бұл жерде тік төртбұрыш берілген, тік төртбұрыштың біз дәл В саябағында берілген формуламен шығарсаңдар болады. Яғни 20-ны 10-ға қосамыз, 30, 30-ды 2-ге көбейтесіндер, 2 қабырғасын табу үшін. Сонда бізде 60 шығады. С саябағының периметрі 60 метрге тең. Екінші есепте бізде салыстыруымыз қажет үлкен кіші. Бірінші белгілі амалдарды орындап аласыңдар. 200-ді 3-ке көбейтеміз, яғни 2-ні 3-ке көбейтеміз 6, 200-ні 2 нөлін тіркейміз, сонда 600 болады. Мұнда 450-ге 50-ді қосқан кезде 500 болады. 600 бен 500-ді салыстырамыз, және 500-ге қарағанда 600 саны үлкен болып тұр, үлкен таңбасын қоямыз. Келесінде 670-ді 7-ге қосамыз, 677 шығады, 2-ні 300-ге көбейткен кезде 600 шығады. 600-ге қарағанда 276 үлкен. Міне осылай үлкен, кіші, тең таңбаларын қойып шығасыңдар. Келесінде 742 қосылған 8 деп тұр, қосып аламыз. 750 болады, 400-ді 2-ге көбейткен кезде 800 болады. 750 мен 800-ді салыстырамыз, 750-ге қарағанда 800 үлкен. Келесі екінші бағанда 7-ні 100-ге көбейтесіндер, 700, 824-тен 20-ны азайтқан кезде 804 қалады. 700 мен 804-ті салыстырасыңдар, 804 700-ге қарағанда үлкен болып тұр. Міне осылай таңбаларын қойып шығамыз. Келесі есепте осы берілгендерді жылдам шығарамыз. 30-ды 3-ке көбейтеміз, бұл жерде тиімді тәсілі. 3-ті 3-ке көбейтесіндер, яғни 9 болады. 30 санда 3 ондық болғандықтан 3-тің 9-ның артына 1 нөл тіркесін, сонда 90 болады. 30-ды 30-ға көбейткен кезде дәл солай 3-ті 3-ке көбейтесіндер. 9, 30-дағы 30 сандағы 1 ондықпен ондықтарды, яғни нөлдерін 9-ның артына жазып шығамыз. Сонда бізде 9 болады. Міне бізде осы тиімді тәсіл. 300-ді 3-ке көбейткен кезде 3-ті 3-ке көбейтесіндер 9, артына 300-дің 2 нөлін тіркейміз, сонда 900 шығады. Ал егер 600-ді 200-ге бөлетін болсаңдар, нөлдерді қысқартамыз. 200 санындағы 2 нөлді, 600 санындағы
2 нөлді қысқартамыз да 6-ны 2-ге бөлеміз. Сонда бізде 3 қалады. Келесінде 90-ды 3-ке бөлген кезде 9-ды 3-ке бөліп аласыңдар. Бізде 3 шығады. 90-ның артындағы 1 нөлді 3-тің артына жазып шығамыз. Сонда бізде 30 шығады. Келесінде дәл соған ұқсас есеп 900-ді 3-ке бөлеміз. 9-ды 3-ке бөліп аласыңдар, 3 болады. 900-дің артындағы 2 нөлді 3-тің артына жазып шығамыз. Сонда бізде 900-ді 3-ке бөлген кезде 300 шығады. Келесі 900-ді 30-ға бөлген кезде 30 санда 1 10 0 болғандықтан 30 сандағы 1 нөлді қысқартамыз, 900 сандағы 1 нөлді қысқартамыз. Енді 990-ды 30-ға бөлген кезде, 3-ке бөлген кезде 9-ды 3-ке бөлесіңдер, 3 шығады. 90-ның артындағы 1 нөлді тіркейсіңдер, сонда 30 шығады. Келесінде 900-ды 300-ге бөлген кезде нөлдерді қысқартып тастайсыңдар да 9-ды 3-ке бөлесіңдер, 3 шығады. Келесінде 440-ды 2-ге көбейткен кезде 80 деп жазамыз. 40-ды 20-ға көбейткен кезде 4-ді 2-ге көбейтесіңдер 8. 2 нөлді тіркеп жазып шығамыз. Сонда бізде 800 шығады. Келесі 4-ді 200-ге көбейткен кезде 800. 800-ді 200-ге бөлген кезде нөлдерді қысқартамыз. 8-ді 2-ге бөлеміз, 4 болады. Міне осылай жазып шығарамыз. Үшінші есеп, есепте кесте берілген, кестені сызып шығарыңдар. Көбейткіш және бөлінгіш берілген. Көбейткіштің бірінші есепте көбейткіш көбейтіндінің мәнін табуымыз қажет. Есімізде сақтаймыз, көбейтіндінің мәнін табу үшін көбейткіштерді бір-біріне көбейтеміз. 23-ті 10-ға көбейткен кезде 230, 10-ды 40-қа көбейткен кезде 400. Ал егер көбейтіндінің мәні белгілі, бір көбейткіштің мәнін табу үшін керамал, яғни көбейтуге керамал бөлумен орындаймыз. 90-ды 9-ға бөлеміз, сонда бізде 100 болады. Келесіне көбейтіндінің мәнін табу үшін 20-ны 30-ға көбейтеміз, 600 болады. 4-ді 200-ге көбейтесіңдер, 800. Енді бірінші көбейткішті табу үшін 310-ды 10-ға бөліп аласыңдар, сонда бізде 31 шығады. Ал келесінде көбейтіндінің мәнін табу үшін 70-ті 10-ға көбейтеміз, 700. Соңғы атапсырмасының соңғы кестесінде 300-ді қай санға, 10-ды қай санға көбейткен кезде 300 шығады деп тұр. Біз бөлу арқылы орындаймыз. Көбейткішті табу үшін 300-ді 10-ға бөлеміз, сонда бізде 30 шығады. Ал енді бөлінгішті табу үшін бөліндінің мәнін табу үшін бір-біріне бөлеміз. 250-ді 10-ға бөлеміз, 25, 600-ді 30-ға бөлеміз, 20, 700-ді 10-ға бөлеміз, 7. Енді бөлінгішті белгісіз екінші бөлінгішті табу үшін біз бөлінгішті бөліндінің мәніне бөлеміз. 210-ды 10-ға бөлеміз, 21 шығады. Ал бөліндінің мәнін табу үшін дәл солай 500-ді 100-ге бөлесіңдер, 5 болады. Ал енді бөліндінің мәнін табу үшін 1000-ды 50-ге бөлесіңдер, сонда 20 шығады. Бөлінгішті табу үшін көбейту амалы орындалады. 20-ны 40-қа көбейтесіңдер, 800, және Б тапсырмасындағы соңғы есепте бөлінгішті табу үшін 200-ді 4-ке көбейтесіңдер, сонда бізде 800 шығады. Бесінші есеп, әр бағандағы өрнектерді салыстыр, бағандар қалай құрастырылғанын түсіндір. Есептеуіміз қажет. Ол үшін назар аударамыз. 4-ті 10-ға көбейтеміз, яғни көбейткіштерге. 4-ті 10-ға көбейтеміз, 40, 10-ды 4-ке көбейтеміз, 40. Бұл көбейткіштердің орны ауысып тұр. Шығатын қорытынды үнемі айтамын, көбейткіштердің орны ауысқанымен көбейтіндінің мәні өзгермейді. Енді біз оны дұрыстығын тексереміз, яғни көбейтудің дұрыстығын тексеру үшін бөлумен орындаймыз. 40-ты 10-ға бөлеміз, 4 шығады, және 40-ты 4-ке бөлген кезде 10 шығады. Міне осылай бағандарды жазып есептеп шығарамыз. 6-шы есеп, салыстыр. Үлкен кіші таңбаларын қойып шығуымыз қажет. Салыстыруға үлкен кіші тең белгілерін қоюымыз қажет. Бірінші 7-ні 100-ге көбейтесіңдер, 700 болады.
600-ге 90-ды қосқан кезде 690 болады. 690-ға қарағанда 700 саны үлкен белгісін қойып шығарасыңдар. 1000-ды 100-ге бөле 10-ға бөлесіңдер, 100 шығады. 10-ды 20-ға көбейтесіңдер, 200 шығады. Әрине, 100-ге қарағанда 200 үлкен. Міне осылай есептерді толықтырып шығарасыңдар. Өздерің осы есепті шығарып, менің жазған үлгім бойынша есептеріңді салыстырыңдар. Келесі 7-ші есеп. 7-ші есептің А тапсырмасы: қоршаудың ұзындығын тап, қоршаудағы әр бөліктің ұзындығы бірдей және олар суретте көрсетілгендей деп тұр. Енді біріншісінде А тапсырмасында әр бөліктің ұзындығы суретте көрсетілген, біз табуымыз қажет. Әр бөлік 2 метрге тең. Енді бөліктердің санын табамыз. Әр бөлік бізде 7 болып тұр. 7-ні 2-ге көбейтіп аламыз. Сонда бізде 14 болады. Қоршаудың ұзындығы 14 метр. Екінші суретте бөлік 4 бөлікке бөлінген. Әр бөлік 3 метрден, демек 4-ті 3-ге көбейтеміз, 12 болады. Қоршаудың ұзындығы екінші суретте 12 метр. Ал үшінші суретте қоршаудың, яғни бөлік 4 метрге тең. Бөліктің саны бізде 3, яғни санаймыз. 4-ті 3-ге көбейтеміз, 12 болады. Қоршаудың ұзындығы үшінші суретте 12 метрге тең. Енді 7-ші есептің А тапсырмасын орындайтын боламыз. А тапсырмасы: егер әр бөліктің ұзындығын 10 есе арттырса, онда қоршаудың ұзындығын қалай өзгереді? Есептерді жазуымыз қажет. Біріншісінде, бірінші бөлікте, міне, бірінші суретте 14 метр шықты. 14-ті 100-ге 10-ға көбейткен кезде бізде 10 есе деген сөз, 10 есе арттыру деген сөз көбейту. 140-ті 10-ға көбейтесіңдер, сонда 14-ті 10-ға көбейтеміз, 140 шығады. Келесі екінші суретте бізде 12 метр берілген. 10 есе арттыр десе, 10-ға көбейтеміз, сонда бізде 120 шығады. Келесі үшінші суретте қоршаудың ұзындығы 12 метр. 12-ні біз 10-ға көбейтеміз, сонда бізде 120 метр шығады. Келесі бізде А тапсырмасы: Б тапсырмасы: ауданы 32 сантиметр, ал қабырғасы 4 сантиметр болатын тік төртбұрыштың периметрін табуымыз қажет. Бізде ауданы берілген және есептің бір қабырғасы ғана берілген. Сондықтан біз ауданы формуласын жазып аламыз. Және де бізде бір қабырғасы берілген. Енді ұзындығын табамыз. Ұзындығын табу үшін S-ті, яғни ауданды 4-ке бөлесіңдер, 8 болады. Бір қабырғасы 8 сантиметрге тең. Бір қабырғасы 8, екінші ені 4 сантиметрге тең. Периметрін табу үшін 8-ді 4-ке қосасыңдар, 12 шығады. 12-ні 2-ке көбейтесіңдер, 24 шығады. Тік төртбұрыштың периметрі 24 сантиметрге тең. Бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Сабақ ұнаса, тіркелуді ұмытпаңдар. Сендерді келесі сабақта күтемін. Келесі сабақта кездескенше сау болыңдар.